қайтадан ерлік істер туралы айтылып жатқанның бәрін дұрыс деп қабылдады. Сол айтпақшы, енді бүгінде мінекей сол шараның жалғасы ұлы бабаның 200 жылдығына өткізілетін шаралардың бір саласы мінекей бүгінде өтіп жатыр. Сондықтан мен айтарым, құрметті ағайындар, қасиетті ұлы бабаның әруағы сіздерге жар болсын, бүкіл қазақ жеріне, қазақ халқына жар болсын. Бүкіл осы азаттық күнді аңсап өткен ұлы тұлға қашан, қай заманда осы өлкеде тыныштық болар екен, қай кезде қазақ халқы еркін өмір сүріп, дүниенің басқа дамыған халықтармен бірге өмірдің үлкен ұлы сапарында елдің алдыңғы қатарынан көрінер екен деп армандаумен өткен. Бүгін Құдайға мың да бір шүкір, қазақ қоғамы, қазақ елі дүниенің дамыған елу мемлекетінің санатына қосылды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев енді онымен де тоқтамай, қазақ елі дүниенің дамыған, бәсекеге қабілетті 30 мемлекетінің қатарынан көріну керек деп осы бағытта көптеген елімізде шаруалар жасалып жатыр. Сондықтан осы шаруалардың барлығы Алла тағала халқымызға, елімізге игілікке жұмсалатын, халықтың әл-ауқатын көтеретін, халықтың еркін демалып бостандықта өмір сүруіне жағдай жасайтын шаруалар болсын деп тілек тілейік. Құрметті ағайындар, ата әруағы бәріңізге жар болсын. Өсіп келе жатқан әр үйдегі ұлдар мен қыздарға осы ата баба туралы айтылып жатса, ол еш уақытта артық болмайды. Біз енді ойлаймыз, осы бір 200 жылдықтың тұсында облыстың мектептерінде де, облыстың жастарының жиналған орындарында да осы ұлы баба туралы, оның шығармалары туралы, әсіресе патриоттық, ұлттық рухымызды көтеретін шығармалары туралы әңгімелер, басқосулар болып жатса, оның барлығы мәңгілік ел болуды армандаған Қазақстанның рухына қызмет жасайды, қазақ халқының рухына қызмет жасайды деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі басқосуларыңыз жалғасты болсын. Ұлы бабаны еске алуға арналған шара бұл үлкен мәні бар шаруа. Ешкім көктен түскен жоқ, ешкім жерден шыққан жоқ. Әрбір адам өзінің ата тегін, ата бабасын ұмытпай, есте сақтап, сол ұлы бабалардың арманын іске асыруға қызмет жасаса, бұл осы адамзаттың ата бабадан жалғасып келе жатқан жақсы дәстүрі. Біз шежірені айтамыз, оны жеті атасына дейін баланың құлағына сіңіруге тырысамыз. Бұның барлығы тектен тек емес. Осының барлығы жеті ата туралы әңгіме болған кезде бала тек зуылдатып сол үлкен қасиетті бабалардың атын айтумен ғана емес, оның ішінде, сол жеті атаның ішінде жауырды жел иіскемеген палуандар болған екен, тұлпарды шаппай таныған атақты сейістер болған екен, қолынан құралы қаруы түспей туған жерінің азаттығы үшін күрескен батырлар болған екен. Солар туралы әрбір жас бала, жас ұлан білім алады. Солай болуға, өзінің елінің бақыты үшін күресуге дайындалады. Бұл патриоттық бағыттағы жақсы шаруалардың басы деп есептеймін. Сондықтан ағайындар, құралдарыңыз құтты болсын. Жақсы жайлы күнде бас құруға Алла тағала нәсіп етсін. Бастарыңыз бір болсын.